Баршаңызға сәлем. Арнама қош келдіңіз. Көкжиегіңді кеңейтіп, терең ой салатын маржан сөздер. Видеоны соңына дейін көріңіз. Алдымен арнамызды қолдап, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны белгілей кетіңіз. Адам баласының көбі уақыттың қадірін біле бермейді. Алайда біз уақыт өлшеулі екен, яғни басы бар және аяқталатынын ұмытпағанымыз абзал. Уақыт барлық нәрседен қымбат, өйткені уақыт ол бізге Алланың берген ұлы нығметтерінің бірі. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді дәуірлер, замандар да, менің жаным ашиды мұны өмірді, өтпейтіндей көретін адамдарға. Мұқағали Мақатаев. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті шамаң. Мақтап жүрген өмірің осы болса, үш-ақ ауыз сөзбен болды тәмам. Уақыт алтыннан да қымбат. Уақыт адам өмірінің ақшалай құны. Уақыт әркімнің нақтылы өмірлік капиталы. Адамның босқа кеткен әрбір сәті отқа жаққан теңгемен тең. Адамның ақшалай уақыты адамның өзіне байланысты. Біреудің бір сағаты 1000 теңге болса, енді біреудікі 1 тиын. Кісінің кісілігі уақытты босқа өлтірмеуден басталмақ. Даналық жасқа байланысты емес, елдің бәріне ортақ бір-ақ күнтізбе бар, тек оны әркім әртүрлі пайдаланады. Уақыт ақсүйектікті мойындамайды, ханға да, қараға да берілетін мерзім, тәулігіне 24 сағат. Дүниеде уақыт белгіленгеннен артық демократия жоқ. Мұндағы ақсүйектік уақытты пайдалануға байланысты. Кім уақытын бағалай білсе, сол ғана тектілердің қатарына қосылмақ. Кешегі күн өтіп кетті, ертеңгі күн белгісіз. Сондықтан бүгінгі күннің құны мен қадірін біл. Алатын кезде алғызып, беретін кезде тасада қалатын, әр жақсылығын міндет қылып, әр көмегін санап отыратын адамнан аулақ бол. Өмір сауда емес, қарым-қатынас есеп кітабы емес. Жүрекпен берілмеген нәрсе жүрекке жетпейді. Ондай адамнан құтылу рухани еркіндік. Ештеңені кейінге қалдырмаңыз. Кейін уақыт аяусыз жеделдейді. Кейін балаларыңыз ер жетіп, сіздің қолыңыздан емес, өз армандарын ұстайды. Кейін қарттық келіп, сол кезде деген өкініштерді көбейтеді. Сондықтан өмірді дәл қазір сүйіңіз. Жаныңызға жақын адамдарды бағалаңыз. Ертеңгі күн кейін болмауы да мүмкін. Тірінің қамын тірі жер, тірілер бірін бірі жер. Тірлікте қашқан қадірің өлгенде ғана білінер. Өлінің қамын тірі жер, жоқтауын салып жүгінер. Жоғалтып алған асылы айырылғанда білінер. Нұрлан Мәукенұлы. Өмір деген ұлы сапар осынау, қиындықтар кезіксе де жасымау. Өмір деген қарап жүрмей досымау, жұмыс жасау, жан ұяңды асырау. Өмір деген міне солай жан бағу, әр қызыққа тамсану да таң қалу. Өмір деген өкініш пен қуаныш, өмір деген алдау және алдану. Өмір деген өз-өзіңді басқару, басқара алмай кейде шалқып мастану. Өмір деген баю, тою, шірену. Өмір деген тиын санау, аш қалу. Өмір деген жалындыру, жалыну. Өмір деген сырқаттану, сауығу. Өмір деген күнә жасап артынан тәубаға кеп заңдылыққа бағыну.
Өмір деген жыл қарсы алып жас қосу, танымайтын біреулермен достасу. Өмір деген бір адамды қарсы алып, бір адаммен мәңгілікке қоштасу. Өмір деген мақталу да датталу, жан досыңа бар сырыңды ақтару. Өмір деген күн артынан күн өту, бірде жылап, енді бірде шаттану. Өмір деген азу, тозу, семіру, жастық өтіп қарттыққа да жеңілу. Өмір деген сағыну һәм ұмыту. Өмір деген ғашық болу, жеріну. Өмір деген арғы жақты сөз қылу, өз-өзіңе риза болу, жазғыру. Туған күнді тойлай жүріп бір күні, өмір деген аңдаусызда көз жұму. Біздің мекен бағзы өлке ескалаң, кімдер сірә табанымен баспаған, жердің жүзін билегісі келсе де, мәңгілікке ешкім есік ашпаған. Міне сондай мен қозғаған ой мынау, өмір деген тек тіршілік жайлы дау. Қойшы досым, адамбыз ғой бастысы, жоқ болғанда айтар едік деймін-ау. Өміріме өзімнің таңданамын, қалмайын деп қатардан қарманамын. Бүгінімді өткізсем қиындықпен, ертеңіме үмітпен алданамын. Мұқағали Мақатаев. Бұл сөздер өміріңізге ой салса, арнаға жазылыңыз. Өмірлік ақыл мен даналық іздесеңіз, бізбен бірге болыңыз. Назарыңызға рахмет, сау саламат болыңыз.